Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін бізде практикалық сабақ корреляциялық талдау. Яғни бұл сабақта сіздерге қалай корреляция коэффициентін анықтаймыз, яғни практикасын ғана көрсетемін. А теорияны сабақтың барысында теорияны талқылаймыз. Мысалы, мынандай тапсырма. Қатерлі ісіктері бар науқастардың қан өндіретін жүйелерінің реактивтілігіне сәулелік терапияның ықпалы зерттелді. Сәулелік терапия үрдісі кезінде қан өндіретін ағзалардың реактивтілігін тексеру үшін адреналиннің сынама тестісі қолданылды. Лейкоциттердің мөлшеріне байланысты адреналиндік сынаманың нәтижелері мынандай. Яғни сынама нәтижесі осылай. Лейкоциттер бізде яғни бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 науқасты зерттеген. Енді бізде ең бірінші мақсат осы қатерлі ісіктер бар науқастардың қан өндіретін жүйелердің реактивтігіне сәулелік терапияның ықпалы бар ма, жоқ па, соны анықтаймыз. Оны қалай анықтаймыз? Бірінші H0, балама H0, нөлдік жорамал тұжырымдаймыз, яғни тест кезінде қан өндіретін жүйелердің реактивтілігіне сәулелік терапияның ықпалы жоқ. H1 керісінше ықпалы бар. Яғни осы лейкоциттер мен адреналиндік сынаманың арасында байланыс бар, яғни ықпал бар деп айта аламыз H1-де. Яғни бұл жерде корреляциялық талдау кезде біз корреляциялық коэффициентті анықтаймыз, яғни ол Пирсонның корреляция коэффициентін табамыз. Яғни Пирсонның корреляция коэффициентін қай кезде қолданамыз? Егер де бізде алынған таңдамаларымыз қалыпты таралған жағдайда. Ал егер де сіздерде таңдамамыз қалыпты таралуына жатпаса, яғни біз таңдамамыз қалыпты таралмаса, онда біз ранглік сперманың ранглік коэффициентін қолданамыз. Ал қазір біз жағдайда біз Пирсонның корреляция коэффициентін қолданамыз, және сол Пирсонның корреляция коэффициентін табамыз. Оны табу үшін бізде сіздерге не беріледі? Нұсқаулық беріледі практикалық жұмыстың. Яғни мына формула бойынша біз табамыз. Ол үшін бізге керек, яғни бізге берілген лейкоциттер мен адреналиндің сынама нәтижелерін біз не істейміз? Біз x-ті квадраттаймыз, y-ті квадраттаймыз, және олардың көбейтіндісін анықтаймыз, олардың орташа мәнін анықтаймыз. Яғни мына тұрған нұсқауда осылай кесте құрамыз. Яғни қалай анықтайтын қазір сіздерге көрсетемін. Яғни x-ті shift алтыны басып 2-ні қоямыз, яғни квадрат, және де автосумма жасаймыз. То же самое тең y 2. Одан кейін оларды көбейтеміз бір-біріне. Яғни бұл автозаполнениемен тез орындаймыз. Енді бұлардың орташа мәнін анықтауымыз керек, тең орташа мән. Егер де среднее значение десеңіздер, сразу мынанікін анықтаймыз. Және де средний значение мынанікі шығады автомат түрде. Бұларды бояп қояйық. Орташа мән екен. Енді
мына x-тардың қосындысын анықтаймыз. Бұл деген автосумма. Автосумма. Бұл жерде менде 12-ге дейін шатаспау үшін мұқият қараңыздар. Сөйтеміз да автозаполнение жасаймыз. Бір тексеріп шығайын. Сумма. Дұрыс. Енді, опять же, сумма мыналардікі керек. То же самое. Қоя салсақ. Бір тексеріп шығамыз. Дұрыс. Так. Дұрыс. Біз уже құрдық. Енді мына формула бойынша бірінші оңай болу үшін мына жерде не табамыз? Бірінші алымын табайық, одан кейін бөлімін табайық, иә? Енді алымы бойынша тең. Қараңыздар, n менде так 11 тең 11 көбейтем мынаның суммасына. Так, минус көбейту x-ның суммасы, көбейту y-ның суммасы. Келесі бөлімін қарастырамыз. Бұл жерде бізде корень екен, иә? Прям жазамыз корень деп. Корень. Бәр корень түбір астында 11 көбейтемін. Так, мына жерде 1 минут. Бұл жерде бізде сумманың квадраты керек екен, иә? Сумма x-тің квадраты керек, яғни мынаның квадраты керек екен. Так. Және де мынаның квадраты керек екен. Мына. Так, қалғандардың суммалары бәрі бар. Енді тең корень 11 көбейтеміз. Так, x квадрат мынаныкі. Минус мынау. Так, бұл корень жабам. Жақшаны. Так, көбейту бар. Енді опять корень. Орасты 11 көбейтем. Сумма y-тің квадраты. Так, y-тің квадраты. Так, минус мынау. Жақшаны жабам. Және де тең мынаны бөлемін мынаған. 0 или 1 шықты. Яғни r. Так. Шығамыз. Және ары қарай не істейміз? Бұл бізде 0 или 1. Яғни чеддіктің шкаласы бойынша бізде бұлды қалыпты деп есептейміз. Бірақ біз не анықтаймыз әлі? Біз жақта анықтаймыз. Корреляция коэффициент орташа қателігін анықтаймыз. M. Так, M. Бұл жерде тең, мұқият қараймыз. Корень.
бір минус r квадратымыз мұны, оны квадраттаймыз. Және де бұл бізде так скобка болады, мына жақта бөлеміз, өйткені бәрі кореньде. n минус 2, 11 минус 2 бізде болады 9. Так, және де мына жақта тоже жақша жазылады. Вот. 0,28-ге тең болды. Енді біз т-ны табамыз дейді. Яғни т-ны табамыз. Бұл жерде r, яғни сенім коэффициенті r бөлеміз. Так, тең r бөлеміз m. Так, 1,8 болады. Енді т критикалық мәнін табамыз. Прям т критикалық. Ол дегеніміз тең. f от x-ке барамыз. f от x-тан іздейміз статистически. Осы жерден іздейміз student обратный. Вот оно. Student обратный 2х. Так, 0,05. n минус 2 бізде 9. 2,26. Енді қорытындылаған кезде, қараңыздар, бізде r Пирсонның корреляция коэффициенті 0,51-ге тең болғандықтан болып тұр, бірақ сенім критерийін қолданған кезде бізде критикалық мәніміз үлкен болды. Сондықтан, яғни бізде корреляция коэффициенті сенімді емеспіз, себебі т критикалық үлкен болып қалды т сенім критериясынан. Сондықтан нөлдік жорамал қабылданады. Яғни қатерлі ісіктері бар науқастардың қан өндіретін жүйелердің реактивтілігіне сәулелік терапияның ықпалы жоқ. Лейкоциттер мөлшеріне байланысты адреналиндік сынама нәтижесінде екеуінің арасында байланыс жоқ деп есепті аяқтаймыз. Рахмет.